Ал құрметті көрермендер, бізде мына кешегі өткен сұхбатымыздың бүгін жалғасы табылып жатыр. Бізде бүгін жаңа сұхбат беруші біздің үйірмеміздің болашақ актері Мұхамеджан мырза. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Жалпы біздің үйірме қалай жеттіңіз? Жақсы жеттіңіз ба? Тамаша, жақсы келдім. Жалпы бүгінгі күніңіз қалай басталды? Таңертең сіз қайда бардыңыз? Таңертең мектепке барып, одан шығып, әкеме келіп, сөйтіп осы жаққа келдім. Мектептен шығып, сосын әкеңіз арқылы біздің үйірмеге келдіңіз, иә? Жақсы. Мұхамеджан мырза, жалпы өзіңізді кішкене таныстырып өтіңізші. Сіз қай жерде тұрасыз, қай мектепте оқисыз, қай сыныпта оқисыз, сол туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Мен 4-ші сыныпта оқимын. Атым Алтынбек, ол Мұхамеджан, 35-ші Манчук Маметова мектебінде оқисыз. Ойнаймын деп ештеңе етпейді. Мұхамеджан, сол мектебіңізде жалпы өзіңізге ұнайтын пәндерді атап беріңізші. Жаратылыстану, математика, қазақ тілі, орыс тілі. Осы сабақтар ұнайды сізге. Сіз орыс тілі ұнамай тағы? Қалай орыс тілден жақсысыз ба? Орысша сөйлеуден? Жақсы. Ұнамайтын сабақтарыңыз бар ма? Ағылшын тілі, дүниетану, көркем еңбек, музыка. Неге олар? Жақсы емес па көркем еңбек деген? Мен көркем еңбекке жаза алмай жатырмын. Не жаза алмайсыз? Қате қылып жіберіп жатыр. Енді ол қате болғанға олар ұнамайды деп айтпаған дұрыс болады ол. Бірақ соны үйренуге тырысыңыз. Және ұстазыңыздың қайта сұрап, ұстазыңыздан сол ақпараттарды сұрап, маған үйретіңіз деп сіздің өзіңізге талпыныс көп болу керек деп ойлаймын өзім басым. Енді Мұхамеджан мырза, сіз актер шеберлігі үйірмесіне қатысасыз бізде. Жалпы осы актер шеберлігінен сіз жарыстарға немесе бір концерттерге қатысқансыз ба? Иә. Қанша жарысқа қатысқансыз? Қандай орындар алғансыз? Қандай қалаларда болған? Біріншісіне мен Балқайтшаға бардым. Оған мен Ташкентке бара алмай қалдым да, өйткені одан справка алып үлгермедім. Мынау екіншісінде мен Шымкент қаласында өзіміздің жерімізде қатыстым. Оның аты Соқыр. Иә, қойылымы. Мен тағы Түркістанға Бауыршақ деген көрініске бардым. Одан екінші орын алып келдім. Ал Соқырдан одан бірінші орын алып келдім. Жақсы. Керемет. Түркістан қаласына барған екенсіз. Ол Түркістан жалпы Түркістан облысының орталық қаласы болып есептеледі ғой. Ол жаққа барып екінші орын алудың өзі де негізі үлкен жетістік. Мен енді ол жарыстарыңызды көрдім. Сіздер негізі екінші орын емес, бірінші орын алатындай да сондай дәрежеде өнер көрсеттіңіздер. Енді білмеймін неге екінші орын екен. Бірақ енді бұл жарыс болғаннан кейін бірде ұтыластар, ұтылған жағдайда ешқандай жаңағыдай бір уайымдап кетудің, бір сынып кетудің қажеті жоқ. Керісінше содан нәтиже шығарып, ары қарай жақсылап жұмыс жасау керек. Енді сіз актер шеберлігінде оқиды екенсіз. Болашақта актер болғыңыз келе ме өзіңіздің? Иә. Жалпы қандай актерлар ұнайды сізге? Аттарын білесіз ба? Немесе қандай кино ұнайды? Қандай кино, қандай сериал? Ютубтан көріп жүрген, телевизордан көріп жүрген, кинотеатрдан көрген бір киноларыңызды айтыңызшы. Мейрам кино студиясы ұнайды. Мейрам кино студиясы ұнайды ма? Иә. Бірінші кезекте қандай кино ұнайды? Солардың киносы ма? Солардың киносы ұнайды ма, или тек соларды ғана білесіз ба кинолардан? Иә, соны ғана көріп, басқалар қызық емес па? Енді болашақта ойыңыз өзгеретін сенімдімін. Мұхамеджан мырза, сіз біздің еліміздің Қазақстан Республикасының президенті болып кетсеңіз де, мысалға, елестетіп көрейікші. Сол президент болсаңыз, не нәрсе жасайтын едіңіз? Не нәрсені қолға алатын едіңіз? Не нәрселерді жоятын едіңіз? Жалпы президент болсаңыз. Өйткені президент болғаннан кейін оның бұйрығын барлығы орындайды ғой, қол астында. Сіздер мысалы президент болдыңыз, не істейсіз? Мен бірінші бандиттерді ұстауға жұмысшы жіберіп, сөйтіп еліміздегі жаман адамдарды
кетіріп жібереді. Тағы ақшам көп болса, оны жағдайы жоқ адамдарға қосып беріп, жағдайын жақсы қылып береді. Үй жоқтар үй береді беріңіз. Жақсы. Егер сіз жолдан сондай жалпы өзіңізде өте көп ақша болса да сондай жасайсыз ба? Жақсы. Енді сізге соңғы бір сұрағымыз, жалпы өміріңізде болған қандай да бір қызықты оқиғалар болған ба? Болған болса айтып беріңізші. Кез келген қызық оқиға болады. Мектепте болған, үй жақта болған, туысқандар үйінде болған, деген сияқты. Тағы қандай жерде болған? Қызық оқиға болған ба? Айтып беріңізші. Мен біріншісін айтайын. Мен, короче, үйімде болған жағдай ғой. Мен жаз басталып жатыр. Біз тапшаңды құрып төсек салып жатайын деп жатқан. Ваняның есігі ашылып тұрғанда, сол ішін бүйтіп қарасақ, бас 4-5 адам шығып қалды да. Сөйтіп есігін жауып тез-тез үйге кіріп ұйықтадық. Сөйтіп бір тұрсам алдымда келіп тұрды. Қолыма бір бәле елестеп бүйтіп, ұстап бүйтіп, түзу қылып жатқан. Сөйтіп тағы қарасам жоқ болып кетті да. Сөйтіп сондай болды. Ал екіншісі... Осы қызық оқиға ма? Қорқынышты оқиға ма? Екіншісі жан. Ештеңе үшін. Екіншісі осындай оқиға ма? Бұл қызық па? Қызық. Короче, үйімізде көппіз ғой. Сөйтіп, мамамыздан бірінші сұрағанымызда, мамам неге... Неден сұрағаныңыз? Шомылуға ма? Жоқ. Неден? Айта беріңізші. Біз үйімізде көп балалы отбасымыз. Көп балалы. Сол бәріміз ойластырып, мамамыздан сұрауды шешіндік. Сөйтіп, мамамыз бірінші неге сұрандықтар? Қыдыру ма? Жоқ. Жаман жерсің дейтін. Заброшка ма? Заброшкаға сұранғанбыз. Не үшін? Көруге ма? Қызық көруге? Сөйтіп? Сұрып неге салайын деген ғой. Ары қарай. Сөйтіп мамамды жібермей қойды да, сөйтіп сабақтарымды бәрін істеп қойсаңдар жібереміз деді. Сөйтіп бәріміз тоқтамай істедік та. Сөйтіп мамамыз жіберді да. Жіберіп сөйтіп бардық. Ауыз жаққа бардық та. Ауылдағы ішіндегі заброшка ішіне кірейін деп алсақ, кіріп жатыр. Бірінші этажында ештеңе жоқ. Бір бәлелер тығылдап жатады ғой. Сөйтіп үшінші этажға кіріп баратқан жерде есік бар да. Сол есіктен бүйтіп қарап қалсақ ешкім жоқ та. Сөйтіп бір қыздың айқайлаған деген дауыс шықты да. Сөйтіп сол жерге тағы кіріп көрдік. Сөйтіп оның ішінде тағы не бар да, тағы бір бөлме бар екен. Бөлмеге бүйтіп қарасақ жоқ та. Енді бүйтіп қарай деп жатқан кезімізде бір адам шығып қалады қолына бүйтіп жерде сүйреп жүретін бар да. Пышақ сияқты. Шын өмірде? Түсінде ма? Шын өмірде сияқты болды. Бір шешіп отыр, шын өмірде түсінде. Сен қызық оқиға айтамын дедің ғой, не қорқынышты оқиға айтып жатсың ғой. Енді біріншіден қара, ондай жерлерге негізі баруға болмайды. Яғни жаман үйлер, бұзылып қирап тұрған ескі сондай үйлерге, ғимарат, зданияларға баруға болмайды біріншіден. Қызық көріп барғың келсе де баруға болмайды. Хорошо, түсіндің ғой. Ал жаңағы айтқан бірінші оқиғаң бар ғой, біреуді көрдім деген. Енді ол нәрсе ештеңе қылмайды. Ең бастысы ондай нәрсені ойламау керек болды. Қорқудың қажеті жоқ. Түсінікті ғой. Мен сенің негізі қызық оқиға сұрағам, бір күлкілі, бір адамдарда бір қызықты оқиға болады өмірінде. Соны сұрағам. Сен қазір бір қорқынышты, бір ужасты оқиғалар айтып жатсың да, ондай керек емес бізге. Енді оны айтудың да қажеті жоқ, ойдан шығарып тастау керек. Түсінікті ғой. Болмайды ғой сен жастарың. Сол үшін тек қызықты оқиға айту керек, жарай ма? Сен қызықты оқиғаны басқасымен шатастырып алдың. Бірақ дегенмен де жақсы сұхбат бердіңіз. Сұрақтарымызға жауап ала алдық деп ойлаймыз. Негізі өзіңіз болашақта актер болғыңыз келеді ме? Тағы қандай мамандық иесі болғыңыз келеді?
домбырашы да болғым келеді. Домбырашы да болғыңыз келеді ме? Екеуі біреу ма или екеуін де алып жүргіңіз келеді ме? Екеуін де. Жақсы. Болды ма Мұхаммеджан мырза, сұхбат бергеніңізге рахмет. Жолыңыз болсын.